Мен ораза едім деген әңгіме қашан айтылады білесіздер ме? Мен ораза едім деген әңгіме біреуге желкеңнен алып бетіңнен ұрып жатқан кезде айтылады, болды. Түнімен ұйықтамайды ғой, бұларда проблема сол болып тұр да, көрдіңіз ба? Ұйықтайтын кезде ұйықтамайды да. Өте дұрыс. Сосын сабаққа барып мен оразамын деп, сен құлшылығыңды міндетсінуге ешкімге хақың жоқ негізінде. Құлшылық ол өзің үшін болды. Сені мен Құдайдың арасындағы нәрсе. Сен құлшылығыңды міндетсіну арқылы өзіңнің, сыныптастарыңның, жалпы исламның атына кір келтіріп жатсың. Мұсылманшылық осы екен деп ойлайды білмейтін адам. Бүйтіп ораза ұстағанша ұстамай қойыңдар онда дейді. Өйткені білім алу да парыз болып тұр ғой енді. Білім алу да парыз, мынау да парыз. Әдемі. Бірақ енді мынаған жету үшін мынаны не істемеу керек? Бұзбау керек. Мынаған жету үшін мынаны бұзбау. Екеуі бір-бірімен қатар алып жүруге болады. Егер де адамның ұйқысы дұрыс болса. Енді сабақтың үстінде не істеуге болмайды, құлшылығыңды міндетсінуге болмайды. Ол апайда ораза негізі. Ол апайда, бірақ мен балалар оразам кішкентай демалып алайын деп тұрған жоқ. Негізі мынадай ғой, сылтау, қашудың сылтауы, ол бір жалқау оқушылардың әрекеті негізінде. Оқушыларда әке шешесінің аманатын, білімнің аманатын, мұғалімдердің, мектептің аманатын сезіну керек. Дінді жеккөрініш қылып көрсетпеу үшін өздерінің құлшылығын істеуге тырысу керек, барынша жасыруға тырысу керек. Мен ораза едім деген әңгімені доғару керек болды. Мен ораза едім деген әңгіме қашан айтылады білесіздер ме? Мен ораза едім деген әңгіме біреуге желкеңнен алып бетіңнен ұрып жатқан кезде айтылады, болды.